Қордай аудандық орталықтандырылған кітапханалар жүйесіне қарасты номер 7 Арал ауылдық кітапханасында отбасы күніне орай отбасы бақыт мекені атты әдеби кеш ұйымдастырылды. Шараның негізгі мақсаты жас оқырмандарға отбасының қоғамдағы маңызын түсіндіру, ата-анаға құрмет көрсету, сондай-ақ сыйластық пен мейірімділік сияқты құндылықтарды насихаттау болды. Кеш барысында кітапханашы отбасының адам өміріндегі орны ерекше екенін жан-жақты әңгімеледі. Іс-шараға қатысқан оқушылар отбасы тақырыбындағы мақал-мәтелдерді айтып, өз ой-пікірлерімен бөлісті. Сонымен қатар менің отбасым тақырыбында әңгіме өрбітіп, жақындарына деген жылы лебіздері мен жүрекжарды тілектерін жеткізді. Әдеби кеш жас буынның отбасылық құндылықтарға деген көзқарасын қалыптастырып, рухани тәрбиені нығайтуға бағытталды. Қордай аудандық орталықтандырылған кітапханалар жүйесіне қарасты номер 4 Степной ауылдық кітапханасында көрнекті ақын, қоғам қайраткері Олжас Сүлейменовтің 90 жылдық мерейтойына арналған Олжас ақын ойшыл ғылым саясаткер атты әдеби кеш ұйымдастырылды. Шараға Мұхтар Әуезов атындағы орта мектептің оқушылары қатысып, танымдық кештің мазмұнын тереңдете түсті. Іс-шараның мақсаты оқушыларға Олжас Сүлейменовтің өмір жолы мен шығармашылығын кеңінен таныстыру, ақынның елге, тілге, тарихқа деген сүйіспеншілігін дәріптеу, сондай-ақ жас ұрпақты отансүйгіштік пен рухани құндылықтарға баулу болды. Кеш барысында қатысушыларға ақынның шығармашылық жолы мен әдеби мұрасы жан-жақты таныстырылды. Оқушылар өздері оқыған кітаптар туралы ой бөлісіп, шығармалардың мазмұнына тоқталды. Сонымен қатар кітапханашы арнайы ұйымдастырылған кітап көрмесіне библиографикалық шолу жасап, ұсынылған әдебиеттермен таныстырды. 18 мамыр халықаралық музей күні. Бұл атаулы күн 1976 жылы халықаралық музейлер кеңсесінің шешімімен бекітілген. Қазіргі таңда мереке әлемнің 150-ден астам елінде кең көлемде аталып өтеді. Айтулы дата мәдени мұраны сақтап, тарихты келер ұрпаққа жеткізу жолында еңбек етіп жүрген музей қызметкерлерінің еңбегін дәріптеуге арналған. Осыған орай сала мамандары мен музей қызметкерлеріне құрмет көрсетіліп, кәсіби мерекемен құттықтаулар жолдануда. Тарих пен рухани құндылықтарды насихаттап жүрген барша мамандарға шығармашылық табыс, мықты денсаулық және толағай жетістік тілейміз. Қордай ауданында жас ұрпаққа тарихи мұраны таныту мақсатында киелі Қордайым атты тағылымды экскурсия өтті. Танымдық шараны аудандық музей ұйымдастырып, экскурсия аудан орталығында Кеңес одағының батыры 28 панфиловшының бірі Николай Белашевтың ескерткіші маңында өткізілді. Оған номер 3 Абай Құнанбаев атындағы орта мектептің 5 А сынып оқушылары қатысты. Экскурсия барысында оқушыларға батырдың өмір жолы, майдандағы ерлігі мен отан үшін жасаған жанқиярлығы туралы кеңінен айтылды. Ұйымдастырушылар тарихи деректерге тоқталып, Николай Белашевтың 1941 жылы Мәскеу Дубосеково разъезінде болған ауыр шайқаста ерлікпен қаза тапқаны жеткізілді. Николай Белашев 1911 жылы Қордай ауданында дүниеге келген. Соғыс басылған тұста майданға аттанып, генерал Панфилов басқарған дивизия құрамында шайқасқан. Ерлігі үшін оған 1942 жылы қайтыс болғаннан кейін Кеңес одағының батыры атағы берілген. Бүгінде батыр есімі Қордай және Үлкен Сұлутөр ауылдарындағы көшелер мен білім ошақтарына берілген. Ал ескерткіш қолына граната ұстап, жауға қарсы ұмтылған кейіпте бейнеленген. Шара соңында оқушылар аудандық музейге барып, Қордағы тарихи жәдігерлермен танысты. Танымдық экскурсия жас буынның ел тарихына деген қызығушылығын арттырып, отансүйгіштік рухын күшейте түсті.